Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ауыл сыртында. Ребята, тема сегодняшнего урока за деревней. Мақсаты айналаны сипаттап айтуды үйренеміз. Сегодня с вами научимся описывать окружающую среду. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: өмір сүреді, живет, қасында, рядом, возле, астында, под, айналасында, вокруг, ішінде, внутри, сыртында, за, вне, үстінде, на, либо над. Қайталайық. Өмір сүреді, қасында, астында, айналасында, ішінде, сыртында, үстінде. Жарайсыңдар, балалар. Енді, балалар, есте сақтайық. Запомните. Қасында, астында, айналасында, ішінде, сыртында, үстінде сөздері, балалар, қайда деген сұраққа жауап береді. То есть, ребята, эти слова отвечают на вопрос «где?». Запомните. Теперь запишите новые слова в словарную тетрадь. Келесі бірінші тапсырма А нұсқасы. Сұраққа жауап жаз. Вам нужно будет ответить на вопросы письменно. Бірінші сұрақ. Балалар қайда ойнап жүр? Где играют дети? Екінші сұрақ. Машине қайда кетіп барады? Где едет машина? Үшінші. Өзен қайда ағып жатыр? Где течет река? Сізге көп нүктенің орнына қажет сөздерді қойып шығасыздар. Вам нужно будет вместо многоточий поставить нужные слова и переписать предложение. Келесі үшінші тапсырма. Тыңда және оқы. Біздің ауылдың сыртында кішкентай өзен бар. Біз жазда осы өзеннің жағасында ойнаймыз. Күн ыстық болса, суға шомыламыз. Көпірдің астында отырып, балық аулаймыз. Ауылдың айналасында басқа өзен жоқ. Сол себепті барлық балалар осы жерде жүреді. Ауылдың ішінде ешкім қалмайды. Балалар, асты сызылған қарамен берілген сөздерге қараңдаршы. Сыртында, жағасында, астында, айналасында, ішінде — это новые слова. Енді теперь обратите внимание на эти слова в тексте с переводом. Вам нужно будет прочитать этот текст на казахском, потом на русском языке. Келесі үй тапсырмасы. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап жаз. Вам нужно будет ответить на вопросы по тексту. Вы знаете, как отвечать на вопрос. Вам нужно будет вместо вопросительного слова, которое я выделила, поставить ответ и переписать предложение. Таким образом у вас получится ответ. И не забудьте заменить вопросительный знак на точку. Ал ендігі сабағымыз аяқталды, балалар. Сау болыңыз.